Жаста болса, жаһанды өнермен таңғалдырған қылқалам шебері Ринат Елубаев жайық бойында жүр. Көзі қырағы көрермен оның Ресейде өткізілген «Удивительные люди» телешоуына қатысып, көзін байлап сурет салғанын жақсы біледі. Осындай ерекше өнермен айда әлемге танылған суретші Оралдағы облыстық тарихи өлкетану музейінде «Өнерім, өмірім» атты кездесу барысында шеберлік сабағын өткізді. Тақырыпты тума таланттың танымдық шарасынан таңданыспен оралған әріптесім Лоқпан Елеу жалғастырады. 3 жасынан қылқаламды қолына алған Ринат Елубаевты қазіргі таңда әлем таниды. Ерекше өнер иесі 2005 жылы Шабыт халықаралық жас шығармашыл жастар фестивалінің лауреаты атанды. Араға 10 жыл салып, ақш-тың Нью-Йорк қаласында өткен бүкіл әлемдік көрмеде алтын медальдің иесі болған жалғыз қазақ. Одан соңғы жылдары Италия, Беларусь, Армения мемлекеттерінде өткізілген көрмелерде өз өнерімен көптің көңілін көншітіп, қана қоймай, жоғары бағасын алды. Ринат Елубаевтың бір ғана мақсаты бойына біткен осы ерекше қасиет арқылы қазақ елін айдай әлемге паш ету болатын. Менің көзім жауып сурет салғаным, енді қазіргі заман тұрғысы бұрынғы кезін Кейкі Батыр мылтықпен көрсетсе, қазіргі кезін қаруы қалам мен қылқалам ғой. Мен енді қылқалам арқылы сол бұрынғы өзіміздің рухани болмысымызды көрсеткім келді. Содан бері мне енді қалай айтсам екен, бұл өте ұзақ процесс, енді бұл ішкі жан дүниемен жұмыс. 2011 жылдан бері жеке шығармашылығын дамыту үстінде. Музейдегі мәдени танымды шарада ол сурет салу технологиясымен таныстырып, шеберлік сабағын өткізді. Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласына орай және зал толы көрерменнің сұрауы бойынша көзін тұмшалап, атқа мінген жылқыны қасқағым сәтте салып көрсетті. Танымдық шара барысында суретші туралы пікірлер айтылып, өнер мектебінің шәкірттері ән шырқап, күй шертті. Бастысы тек қарапайым көрермен емес, кәсіби суретшілер таңданыстарын жасырмады. Әлеуеті ішкі өте зор суретші деп есептеймін, өз басым. Қандай дегенменде осындай өнердің түрін, осындай бір бағытын насихаттаған дұрыс деп ойлаймын. Себебі бұл жерде шет мемлекеттерде насихаттап жүрсе, бұл елдің атын паш етеді, әлемге әйгілі етеді. Одан ешқандай біз ұтылмаймыз. Өзде маған айтып отыр сөзінде, тоқиым, қиналам, шаршайым деп, оның бәрі рас. Оның айтуы бәрі рас. Сондықтан ол деген осыны кәсіп қылып та емес, осыдан бір өзінің ойын жеткізем деп, өзінің бір көз қарасын жеткізем деп, соны бір мойындатам деген бір оймен бастап салған сияқты. Соны араласып, ел аралап, бәрін көрсетіп жүр. Ондай психология өнер адамның арасында болады. Қостанай облысы Арқалық қаласының тумасы, тарихта өшпес аты қалған сұрмерген Кейкі Батырдың ұрпағы Ринат Елубаевтың туындыларына арналған көрме Сәкен Құмаров музейінде өткізілетіндігін естеріңізге саламыз. Рухты ұлдың түйсігінен туған туындылар талай жанның таңдайын қақтырары анық. Лоқпан Елеу, Нұрлан Идеров, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.